сол жақсы өнер жасаған біреу Баукең. Баукеңнің ерекшелігі мынандай екен. Мен енді бір 10 жылдан асты Баукеңді ары бері шамам келгенше оқып көрдім. Сонда Баукеңнің байқаған мына бірнеше ерекшеліктері бар, соның бір-екеуіне тоқталайын. Бірінші ерекшелігі бұл кісі бүйтіп айтады. Ұшқан ұя деген кітабында мен жалпы өмірде ұстаздардан жолым болған адаммын дейді. Талай генералдың, талай маршалдың тәлім тәрбиесін көрдім. Бірақ сол ұстаздарым ренжімесін, әжемнің берген тәліміне татымайды дейді ешқайсысы. Ұшқан ұяда айтады. Неге? Өйткені әжесі оған мына өмір өткінші, мына өмір жалған, ертең Алланың алдына барып жауап бересің. Обал деген бар, сауап деген бар. Мынау адамның харам дегенді миына санасына сіңірген әжесі. Ол тәрбиеге тең келетін тәрбие жоқ жер бетінде. Сондықтан ол кісі әшейін ермекке айтып отқан жоқ. Әжесі өмірден өтіп кеткен жағымпазданады десең, памфиловтардың барлығы оңай адамдар емес, бірақ айтады, ренжімеңіздер, әжеме бүкіл ұстаздығын жинағанда әжемнің тәліміне татымайды деп. Солар тірі еще, солар тірі кезде жазып отыр. Тірі кезде жазып отыр. 1956 жылы сол кезде жаңағы қайнаған орыстың күшейіп тұрған кез. Енді бір ерекшелігі осы. Былайша айтқанда, жаңағы Бауыржан Момышұлы деп атын сақтаған, ерті жалғамай атын сақтап қалған 2-3 қазақ бар. Соның біреу Бауыржан Момышұлы. Момышұлы бүйтіп айтады күнделігінде. Ол жаңағы дегенді алып тастап, Момышұлы деген сақтап қалған ол еріккеннің ермек емес дейді. Бұл менің сендерді мойындамайтындығымның символы деп айтады. Тура өйстіп айтқан, ол күнделігінде отыр. Сондықтан ол ат деген ол үшін ермек емес. Қазақтың болмысын сақтап отыр. Одан кейін тағы бір ерекше жері, мына Мекемтас Мырзахметов ақсақал бірде маған былай деп айтты. Бауыржан туралы оқыған кезде мынаны ешкісін ұмытпа деді. Ол мынандай нәрсе. Бауыржан барған жерін бәрінде қазақты көтеріп жіберді дейді да. Бауыржан кездесуге келсе де, кітап жазса да қазақтың бір еңсесін көтеріп жіберетін бір қасиеті бар еді дейді. Алла Тағала берген сондай нәрсе. Содан қатты қорық дейді бұлар. Одан кейін енді мынандай бір ғажап тұсы бар, ойланатын тұс. Кеңес дәуірінде қазақ халқын бұратана халық, екінші сорт халық деп менсінбеді. Адам орнына көрген жоқ бізді шын айтқан кезде. Сондай кезде, сондай қиын дәуірде Бауыржан Момышұлының соғыста аты қатты шықты. Қатты шыққан себебі баяғы әжелер бар, батырлар жыры бар, жаңағы ақсақалдардың тәлім тәрбиесі бар. Намысты ол нанға сатпайды ол. Өлсе өліп кетуі мүмкін, ана тапсырылған нәрсені орындайды ол. Сондай намыс болған ода. Сондайларда жаңағы Бауыржан соғыста 41 жыл Мәскеудің түбінде аты шығады. Енді аты шыққан бір себебі Волоколамское шоссе деген ол жаңа Мәскеуге кіретін, Ташкентский трасса деген сияқты Мәскеуге кіретін негізгі трасса. Сол жерде 316-шы атқыштар дивизиясы сол жерде соғысып жатыр. Соның резервінде Бауыржанның батальоны тұрған. Резерв дегенде ең қиын өлетін жерлерге жұмсап отырған. Мысалы бір тапсырмада Памфилов бүйтіп жұмсайды Бауыржан Памфилов. Мен сені құрбандыққа шалып отырмын, бұл тапсырмадан қайтпайсың. Оны да біліп отырмын, бірақ сенен басқа жерге лайықты жұмсайтын адам жоқ менде. Бауыржан ол жерге барады, ол өлген былай тұрсын, ана Матреню деген селоны талқан шығарып немістерді қуып, 2 машина мынандай олжамен қайтып келген документтер. Сонда енді ол ұзақ әңгіме, оның ішіне кірсек қазір кетіп қаламыз арға. Серік жақтырмай қалуы мүмкін. Сонда айтайын деп отқаным, қараңыздар, қазақты менсінбейтін ұлттың өкілі Александр Бек Бауыржанға соғыс туралы айтып беріңізші деп 1 ай бойы жалынып жүреді ғой. Содан айтып, мен соғыста жұмсаған соғыс туралы әңгіме айтатын уақыт жоқ, кругом, шагом марш. Бір жерінде айтады, пошел вон деп айтын. Содан қайтпайды екен дейді да, қайтпайды, қайта келе береді. Айтыңыз, өтінемін ана. Сонда қарасаңыз, керемет та. Менсінбейтін ұлттың өкілін Аллаға жалғыздық көрді ғой. Содан жаңағы Александр Бекке соғыс туралы айтып отырған кітап бүйтіп басталады. Мен бұл жерде тек қана айтқанды жазып отырушы ғанамын дейді, болды. Бұл кітаптың авторы Бауыржан Момышұлы деген. Сөйтіп бүйтіп басталады. Человек, у которого нет фамилии деп басталады. Фамилиясы жоқ адам. Фамилиясы жоқ адам, бірақ рухы бар да оның. Рухы бар Бауыржан Момышұлы деген. Сөйтіп ол кітап бүкіл әлемге тараған. Мысалы Фидель Кастро Ташкентке келген сапарында бүйтіп айтыпты. Бұл әңгіменің бәрі сол кітаптағы іздесеңіздер дерегін тауып аласыздар. Мен жаңа ертең айтып отқан жоқпын жерде. Бұның бәрінің ізі бар кітаптарда. Ташкентке келген сапарында бүйтіп айтты. Бауыржан Момышұлы мен Жамбылдың туған жерін көрсем, солармен бір жүздессем деген арманым бар деп Ташкентке бір ресми сапарына келгенде Фидель Кастро айтыпты. Одан кейін Че Гевара деген бар. Тайсонның мерінде бір сурет бар. Тайсон қатты кумир қылып санағанда Че Гевара. Сол Че Геварадан сұрақ қойған бір журналист. Сіздің кумиріңіз кім дейді да?
Бауыржан Момышұлы деген. Сөйтіп жауап берген. А вот Тайсон оны өзінен жоғары санап жүр да. Енді ол былайша айтқанда мировой масштабтағы өте ірі адам ол. Өте ірі адам. Сол Баукеңнің бір әңгімесін айтайын. Сөйтіп әдебиет туралы әңгімені түйіндейік Қажеге. Сөз бастау қиын дейді, жаман қиын неге саж берді. Жақсы бастау. Жаңағы Бауыржан Момышұлы лезеркке жібергендей. Бұдан не арнап беріп отырып саж бердім дейді. Жаңа Ұшқания деген кітабында мынандай бір өрнек бар. Ғажап бір өрнек бар. Бұл Бауыржанның түп нағашылары Текебай деген ақсақал болған. Сол Текебай ақсақал бірде болыстық сайлауға түседі екен. Сөйтіп болыс сайлау дегеніз қазір депутатты сайлау дейсіз ба, жоқ облыс әкіміне таласу дейсіз ба, оңай нәрсе емес енді ол. Екі рудың намысы, күші, қуаты бәрі іске сынға түсетін сәт ол. Сөйтіп мына жақта Байзақ датқа деген болған, мынау қоқанның хандары ұстап пушкіге байлап атып шашып жіберген бір сондай датқа болған. Соның Қабылбек деген баласымен Бауыржан түп нағашы Текебай екеуі болыс сайлауға түсіп таласатын бір кез екен да. Бұл жақ Ұшқанияда айтылады. Содан мына жақ сайлаудың бір қызған шағында Қабылбек жақ мынандай әңгіме таратады ғой. Текебайлар орыстың ұлығына пара беріп болыстық сатып алған дейді. Осындай әңгіме таратады. Енді қараңыз. Қазір бізде біреу пара берді десе біздің реакциямыз бар ғой, ешқандай реакция жоқ бізде. Пара берсе берген шығар дейсің да. Бермесе де ол парақор ғой деп айтады. Ал анау Текебайдың баласы Серкебай 10 жігітпен атқа қонады, ана әңгімеге. Намыстан. Енді көрдіңіз бе, ол қазақтың нервный точкалары басқаша болған. Мына бір нервный точкалары тиіп кетті. 10 жігітпен атқа қонады да, сөйтіп жаңа атпен барады ғой, Қабылбектің ауылына барады. Ол да оңай әулет емес қой, ру ғой, бір ел ғой. Сөйтіп барса, осындай алты қанат ақ ордасында Қабылбек кеңес құрып отыр екен, руластарымен. Ру басы Қабылбек қамшыны ширіп тастайды да, жаңа Текебайдың баласы Серкебай, Бауыржанның нағашылары ғой, түп нағашылар. Ей, тексіз, сен өйстіп айтқаның рас па? Өйстіп айтыпсың. Қабылбек endемейді. Әке, шеше, жеті оғыл түгін қоймай боқтайды ғой. Содан аяқта жігіттер енді руда не бір жігіттер бар ғой, бұзықта бар, батырда бар, палуанда бар. Жаңа кейбіреу қылышын ұстап, кейбіреу қамшын ұстаған екен, қабақпен тиіп тастады дейді. Абайдың бір сөзі бар. Бұрынғы қазақта екі мінез бар еді, біз айырылып қалған деп Абай айтады. Біреуі рубасы деген болады, олар бір нәрсеге бір шешім шығарса дейді, оған қарсы келіп болмайды екен дейді руластарына. Екіншісі, елдің ісі десе, ешкім үйінде отырып қалмайды екен дейді. Бұл екі қасиеттен біз айырылып қалдық деп, бұдан 200 жыл бұрын Абай айтқан. Біз енді қандай жағдайда екен мен білмеймін оны ойлану қорқынышты. Содан ойларда бараттап боқтайды, енді елестетіп көріңіз, ана Қабылбектің қандай жігіт екенін. Үндемейді ғой, 1 сағат боқтайды. Енді үндемеген не істейсің, қайтасың ғой? 1 сағат боқтайды, үлкен бір іс тындырым деп ойлайды, жас жігіт болды. Сөйтіп атпен ауылына жетіп келеді, сөйтіп әкесіне айтады. Әке дейді, Қабылбектің әңгімесін естіңіз. Тура өзінің ордасында отырған жерде руластардың көзінше 1 сағат боқтады. Ләмим деп жауап қатамады, ризасыз ба дейді ғой. Көргенсіз ит дейді әкесі. Көзіме көрмей құр дейді. Енді жаңа мақтап естемек жатқан бала мынандай әңгіме естиді. Сөйтті барып үйіне кіріп 2 күн шықпай жатып. 3-ші күні келіп, әке, түсіндім, оңбай қателесіппін. Енді қандай қателік? Сөйтсе Қабылбектің жасы үлкен екен да. Болды, бірақ қателік. Айтқаны рас, ғайбаттағаны рас, бірақ жас үлкен екен. Қазақтың дәстүрінде үлкенді құрметтеу деген бар, оны шариғаттан алды. Соны ойдағырда, енді не істейміз дейді. Әкесі айтады, барып кешірім сұраймыз дейді. Кешірсе ат жапқан айыбын төлейміз, кешірмесе сені берем дейді, білген дейді саған. Болды әке дейді. Өлтірсе өлуге дайынмын, болды. Қолмен істедім, мойынмен көтеремін. 50 адам атқа қонады. Содан 50 адам атқа қонады, ана Ұшқанияда пәлен деген бір жазықта жолықты деп айтады Бауыржан. Бауыржанда мынандай ғалымдық қабілет өте ерекше болған. Біз оны батыр ретінде білеміз ғой, ол кісі өте ірі ғалым болған. Сөйтіп пәлен деген жазықта жолығады, бір қойшылар жүгіріп барады, ана жақта Текебайлар келе жатыр, 50 адаммен. Соғысуға келе жатқан шығар, сендер атқа қоныңдар дейді, Қабылбек 60 атпен шығады. Жауынгер кәдімгі. Қолдарында садағы бар дейді, өңкей 10-қа тигізетін жігіттер жа. Маратпен жарып Сол ойларда бір кезде Текебай мен Серкебай бөлініп шығады топтан.
Қалыбек айтады, жекпе-жектің мәселесін келсейін деп жеп жатқан шығар дейді. Бір жігітін алып ол шығады. Сонда аттың үстіне отырып Текебай айтты. Қалыбек шырағым депті. Менің күшігім саған қарап шәуілдеген екен. Айыбыңды көтергелі келдім, кешіремісің сірә дейді ғой. О, Текті би Текебай депті Қалыбек. Жасым кіші болса да сізді аттың үстіне тұрып тыңдадым ғой. Бұл менің әдепсіздігім, ертең рудың бетіне басылатын кетпейтін сүйекке таң болды. Мені кешіресіз ба деп аттан домаланып түсті дейді. Екеуі құшақтасты дейді. Содан кейін Қалыбек руластарына бұрылып айтты дейді. Болыс сайлауға бір-ақ адам түседі. Ол мына Текебай ақсақал. Бұл шешілген мәселе деп бір тай сойыңдар дейді да, 50 адамды қонаққа жібереді. 10 күннен кейін аналар бір жыл сояды да, ана қонаққа жібереді. Бауыржан айтады да, 2 сөйлеммен шешілді дейді. 2 сөйлем. Енді одан кейін дейді Қалыбектің де Текебайдың да басынан неше түрлі сынақтар өткен шығар, бірақ мынау оқиға олардың өміріндегі парасат сәт болып тарихқа қалып кетті дейді. Қашап. Енді осындай ғибраттар көп қой. Қазақтың тарихында. Анау Мұқағали Мақатаевтың бір сөзі бар. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнехи жағада тұр дейді. Немесе бүйтіп айтады. Сақалынан айналдым қарт бабалар, ұрпағыңа не айтасың артта қалар. О, тірі шежірелер, қалдырыңдар. Қанеки нелерің бар салтқа жарайды. Салтқа жарайтын деген осындай үлгі өрнектер. Бұл біздің бабаларымызда жеткілікті. Оны Америкадан, Еуропадан іздеудің қажеті жоқ, ояқта жоқ ондай. Соны алу керек, бойға сіңіру керек, ұрпаққа беру керек. Болды. Басқа жеті атасын білу деген осы. Жеті атаның атын жаттап алу емес ол. Ол өнегесін бойға сіңіріп анаяқа беру. Анау Оларбек деген бауырымыз сөздікке қараңыз дейді да, жете деген сөз маңызды. Ашып қарасам, жете деген анықтамасы мынандай екен. Пышақтың жүзінің дейді, сабына кіріп тұратын бөлігі дейді. Қазақ тілін түсіндірме сөзі, ғылым бұл. Сонда жетесіз деген бар ғой, жүзі мен сабы бөлініп қалған жарамсыз пышақ деген сөз екен ғой. Бабаларынан бөлініп қалсын сен. Жете. Жете деген сөз мағынасы ғой, түсіндірме сөзде тұр ғой. Олар Қытайдан келген бауырымыз ба? Әкесін білмеген некесіз, жетесіз дейді. Жетесізге әңгіме айтып, нетесіз дейді мысалға. Міне осындай әдебиеттің әңгімелері, осындай әңгімелері көп, бірақ ішінен жақсы әңгімелер алып айтатын болсақ, бізде қазына көп негізінде. Машалла. Біреуін қосып жіберсеңші. Тағы бір әңгіме ма? Сәл қойма, не қылмай қал. Жақсы. Қанбай қалды. Ұстазда дайындала берсін. Әдебиеттен Бауыржанның бір әңгімесі. Сол Баукеңнің әңгімелері. Жақсы ма? Анау Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша деген кітабы бар. Айша деген анасы ғой. Сонда сол кітапта өзінің соғыс кезінде көрген қиыншылықтарын, сол кездегі ауылдың суретін береді. Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар. Мен соғыста жүрдік дейді да. Енді қарнымыз аш болған жоқ дейді. Қоршауда қалған, қиналған сәттер болды, бірақ негізінен тамағымыз тоқ болды. Өйткені елден кеп тұрды дейді. Киім бүтін болды дейді. Ең қиындықтың көкесін сол кезде тылдағылар көрді ғой дейді. Аш жалаңаш киім жоқ, бәрі майданға жібереді. Бермесе тартып алады дегендей. Сол кезде жетім, жесір қалған қарт, жаңағы ақсақалдар, әжелеріміз азабын көрген екен ғой дейді да. Сонда жаңағы Бауыржан Момышұлы 1943 жылы үстінен арыз жазылады. Сөйтіп арыз жазылып, арызды тексеруге орталық комитеттен Мұхамеджан Әбдіхалық деген арнайы бір кісіні жібереді. Сөйтіп Баукең айтады, келген кезде ашық айт дейді. Үстінен арыз жазылып, сол арыз бойынша сені тексеруге жібердім мен деп ашық айт дейді. Тексерсеңіз, тексеріңіз. Сондағы несі шовинист, ұлтшыл, анау мынау деген үстінен жала жабылған ғой. Содан 15 күндей болды дейді сол жерде. Енді бұрын сырттан келгендер негізінен жаңағы соғыс болған жерге жақындамай сырттан қайтушы еді дейді. Бұл кісі қайнап жатқан соғыстың ортасында жертөледе 15 күн тұрды дейді. Кәдімгі алдыңғы шепте жүрді дейді ол кісі. Содан кеткен күн ертесіне бомба түсіп, ана үй шашылып кетті дейді. Сонда ойладым дейді, ажал жоқ кісі екен ғой мына деп ойладым. Сол ел келген соң бүйтіп айтты. Арызда жазылған нәрсенің бәрі өтірік деді. Оның бәрін зерттедім, тексердім, сұрастырдық. Енді ол Бауыржанның сарбаздардың алдындағы беделін оны көзбен көрмесе мен түсіндіріп жеткізу мүмкін емес. Әр солдат ананың жолында өлуге дайын деп. Ондай беделді адам мен көрген емес өмірімде. Қанша жасқа келдім. Одан кейін бұл жігіттің омыртқасына оқ тиіп, денсаулығы сыр беріп жүр екен, елге алдырып емдете алмасақ мына жігіттен айырыламыз дейді.
сол арыздың түбі жақсылыққа айналып 1943 жылы желтоқсан айында 2 айға елге демалысқа келеді Бауыржан. Соғыстан келеді. Оның жаңа видеолары бар қазір ютубта. Сол кезде видеоға түсірген бұл кісіні. Сөйтіп әуезов бастаған қазақтың игі жақсылары Алматы теміржол вокзалында күтіп алады. Сөйтіп сол сапарында ғылым академиясында академиктерге лекция оқыған 36 сағат. 6 күн. Сонда соғыста анализ жасап, ешқандай жазба жоқ, лекция жоқ, ауызша айтып берген. 33 жасар жігіт. Психология войны деген кітабы. Бір кітапты айтып берген. Анау Мекемтас Ақсақалға айтқан бір сөз бар екен. Ол кітапта жоқ та мен түртіп алдым бақылыпқа. Екі қыз орыстың қызы жазып отырды дейді мындай. Стенографистка дейді олар. Екеуі ғашық болып қалды маған. Сөйтіп көп сөзін қалдырып кеткен ана жерде деген да. Сол ұштар ғашық болып қалды маған. Сөйтіп көп сөзін тастап кеткен. 33 жасар жігіт. Енді ол түр, ана дауыс деген басқаша ғой. Басқаша ғой. Сөйлегенде қап қойған олар да. Ақырап жүр, арыстандай ақырып жүрген кез ғой. Көзі жүгіріп кіріп болған деді ғой, балдарға қараса сөйлеп отырса. Анау кім Мәлік Ғабдуллиннің айтатын бір сөз бар. Көзіме көз түсіп кетті дейді, бірінші жоқында. Инелер шашырап атқан сияқты дейді. Инелер шашырап атқан. Соған бүйтіп басым түсіріп алдым. Совет одағының батыры ғой Мәлік Ғабдуллин. Ана кім Әзілхан Нұршайықов айтады. Содан сұхбат аласың деп жіберді дейді. Одан да ана зоопарктегі арыстанын барып жалына сипап қайт деп айтпайсыз ба? Сол оңай болады. Сондай мысы болған. Мысы болған. Содан ойдарда бір күні Сәбит Мұханов келеді да. Ай Бауыржан бір үлкен қателік жіберіппіз деген. Қандай қателік? Жамбыл Ақсақалдың барып қолын алмаппыз ғой деген ғой. Қолын алып батасын алмаппыз. Сәбит те оңай кісі емес, көрдіңіз бе? Онан не істейміз? Ертең барайық дейді. Ұзынағаш деген жерде ол кезде өкімет жағдай жасап, жәкеңді отырғызып қойған, жеке көлігі болған, телефоны болған, Сталинға прямой шығады екен ғой сол кезде. Сондай несі болған. Содан ойдағырда ертесіне Ұзынағашқа бардық дейді. Енді бұл Баукең өзінің естелігінде айтылады осы әңгіме. Сөйтіп барсақ, төрде енді Жамбылды бір ірі денелі адамды ойлаушым. Брус бір қара шал жатыр дейді, кішкентай ғана. Сол Сәбит таныстырып жатыр дейді. О, жәке, мынау Бауыржан деген Әзіреті Әли дейді, жауды жайпап жүрген батыр балаңыз болады деп. Таныстырып жатыр. Сол бүйтіп бұрылып қарады да, сығырайып қарады, білдім дейді, сынап жатыр дейді. Қазақтың дәстүрінде бір жаңадан ақын шықса, айтыскер шықса, айтыскерді онша не қылман, жазбақындар шықса. Айнымаңыз әбеке. Жырмасында айтыс бар. Айтыскерлерді арасында не қып қоян екен жаңа. Сол батыр шықса, би шықса. Жамбыл жайлы айтып жатсыз, қалайсыз айтысты? Сөзден сүрінді бірінші. Сол сынақтан өткізеді да, қазақтың дәстүрі бұл. Білдің дейді, сынақ болып жатыр, емтихан болып жатыр. Гос емтихан болып жатыр. Гос емтихан түк емес бұл. Түк емес бұл. Бұдан құласаң оңбайсың, бітті. Ешкім болмайсың. Тарихтан сызыласың. Қара таңба қоя. Содан ойдарда сынап отқан білдім де, мен де ежірейіп қарадым дейді ғой. Сөйтіп елап бұрылды да Советке бұрылып, мына қызталағың түсі тым суық екен депті. Батыр болса болар депті. Жамбыл айтып жатыр. Сынақтан өттім дейді Бауыржан. Артынша сұрақ қойды дейді. Сөйткені Сәбит күлді дейді да. Жамбыл Ақсақал күлген жоқ, мен де күлген жоқ. Екеуі серьезно тіліп айналысып жатыр ғой. Сәбит оны түсінбей қалды да, антенна жетпей қалды. Дейді, антенна жетпей қалды. Деңгейі жетпей қалды ғой. Жетпей қалды ғой. Депті, Жамбыл айтты. Сен батыр болсаң айтшы, сұраншымен өтегеннен де өткен батырсың ба депті. Ойланбай жауап бердім. Сұраншы деген сарқырап аққан су сияқты батыр жәке. Мен оның тамшысы ғанамын. Өтеген деген лаулап жанған өрт сияқты батыр. Мен оның ұшқыны ғанамын жәке. Дүниеде от пен суға теңгелетін оған теңгелетін нәрсе жоқ. Екеуіне пара емеспін мен деп жауап бердім. Сразу су. Мына қызталақтың түрінде емес, тілінде де бірдеңе бар екен. Бүгін қонасында да айтты. Сома дастархан қылып жайғасты дейді. Енді қара, Жамбыл Ақсақал бар ғой. Мен Бауыржанды айтып отырмын ғой, 20 жыл болды оқып жатқанына. Сонда ол кісі өзі екі қырдан тұрады екен да. Біріншісі батырлығы, екіншісі ғалымдығы. Жамбыл оны жаңа түрінде, тілінде деп сразу айтып қойды 5 минутта. Айтыскер ғой өйткені. Танытты ғой. Мен оны 20 жылда түсіндім соны. Себебі ма? Жалпы айтыскер. Бұл кісілерді мақтамасам болмайды. Содан дастарханға жайғастық дейді. Машалла. Содан бір кезде бір бала қошқарға атқа мінген құсап мініп келіп, аумин деп бата сұрады дейді. Жамбыл айтты,
ей палуан депті, Сәбит палуан деген. Батаны өзің бересің ба, батырың беруші ме депті. Жоқ, жәке өзіңіз беріңіз деген. Қолын жайт дейді. Батырдың жолы болсын, самсаған қол болсын. Түсіде суық екен, ісі де дол болсын. Аумин. Бата берген. Сол бата қабыл болып кеткен шығар. Соғысқа барғаннан кейін бұл кісі дивизия басқарған ғой. Қабыл болыпты. Батырдың жолы болсын, Жамбылдың батасы болса. 20 мыңға жоқ сарбаз басқарған. Ал негізі ол кезде Бауыржан құртамыз, қайтсек құртамыз деп жүрген ғой, дивизия. Бата деген оңай нәрсе емес, ана жақта ана біреулер траштан жүрді, жүгіп пүкіп дегендер. Мына Жамбыл аумин деп жүрген бітті ғой. Станичтен сендер дұға деп біздікілер әңгіме айтып жүрген жазып. Иә. Бата, дұға деген ол. Дұғада болайық деп та, соны. Аяқтан бұжырайған бір шал аумин деп жүрсе бітті. Не ар не бер болмасын. Соған бір кезде ет келді дейді. Соған бір ет келді дейді бір кезде. Бәрі етке кірісіп кетті. Хамит Ерғалиев деген ақын бар, Жәкең бар, Сәбит өзі қомағайлау кісі дейді. Ауылдың ақсақалдар. Мен ет жемей түсімді бұзып әтеге отырып қалдым дейді. Содан түсімді бұзып отырып қалдым дейді. Ешкім байқаған жоқ дейді, 100-ге жақындаған Жамбыл ақсақал байқағапты. Анау қыз талағың делбе болған жылқы содан ет жемей отыр деп. Сонда Баукең айтады, әр сөзін сурет қылып сөйлейді дейді. Әшейін сөйлемейді екен. Жай сөз жоқ, Ай, Бауыржан еттен ал деген ғой. Жемеймін деп айттым. Мен ана қаптаған оқпен оттың арасынан ет жеу үшін келген жоқпын. Сыбаған жауды жеңген соң жеймін. Мен ет жеу үшін Жамбыл ақсақал сорпаға сақалын батырып тұрып ішсін. Соны еттің үстіне құйсын. Содан кейін жеймін етті. Сонда сарбаздарыма Жамбыл ақсақалдың сарқыны ішінде мақтанып барамын дейді. Тура осыны сөз бесі Сәбит Жәкең айт дейді. Жәкең бүйтіп айт дейді. Бұл қыз талағың бұнысында жөн екен, бірақ оның айт депті. Сақалым сорпаға батырады, мен тек емеспін, кішкене мұртын тигізіп берейін. Бір ұттап берді. Сөйтіп батасын алып ертеңіне майданға аттанып Кино ғой, Анау қазір Жамбылды қанша? 30 жыл Сталин деп бақылдаған, Қазақстан айырылды текесінен деген секілді неше сөздер жүр ғой. Жамбыл сұмдық болған дейді ғой негізі. Мысалы мен бірақ мысал айтайын осы жерде. Жамбылмен бар ғой, Бауыржанмен емтихан сынақ алып былай тұрсын, бетіне бүйтіп ежірейіп қарап былай тұрсын. Онымен тең дәрежеде сөйлесін, басқа оқиға жоқ. 36 академикке ғылым академиясында сабақ өтіп тұрса. Мысалы лекцияда мынандай бір оқиға болған. Бір жігіт ғалым, биология ғалым, доктор. Сол жердегі бір жаңағы үлкен бір қызметте істейтін жас әйелмен екеуі бір-біріне бүйтіп көзін қысып неғылған байқап қалған ғой. Баукең. Лекция оқып тұр ғой. Соны мән бермейін десем, ойымды бұзып жатыр дейді да. Неге сөйлеп жатқан кезде бір гүңгірлеп сөйлеген, бір гүңгірген әңгіме жаман ойды шашыратады. Содан Бауыржан бүйтіп айтты дейді. Мына жерде кейбір бестактың субъектілер өзінің интимный чувствосын төгіп алсын, мен сыртқа барып келейін деп. Сөйтіп артынан әуесіп келді дейді ғой. Аллар өзі айтатын сөзін айтты, қатты ұялып қалды. Жалпы жаман жігіт емес ол. Ана Ленинград блокадасына барып кішкене ашық келген Кәрім Мыңбаев деген ғалымдарымыздың бірі еді. Талантты жігіт ол. Бауыржан айтты, ол тек қана басқа жағынан қатын жағынан да кішкене ашыққан жігіт екен. Тыныш отырсын депті, мен ойнап атқан жоқпын деген. Мен алдында лекция жоқ, қорытып айтып беріп отырмын соғыс туралы, айт деген соң. Мен сіздермен санасып, сіздердің көңілдеріңізге қарап отыратын уақыт жоқ менде. Тыныш отырсын, отырмағандар шығып кетсін. Одан кейін бірінші лекцияға қатыспайтын адам екінші лекцияға қатыспайды дейді. Бір еврей кіріп алған екен. Қаныш Сәтбаевич дейді, айтады, мына бөтен адам отыр, кеше болмаған. Анау білмей шығарыңыз болмаса мен кетемін, лекция оқымаймын. Ненің президенті Қаныш Сәтбаев қой, иә? Иә. Өзі қайттан кетті артынан. Ана жігітті шығарып жібердік. Мені қойған шартты бұзбаңыздар дейді. Содан жақсы келе жатсың, бірақ кішкене мінезіңді кішкене тізгіндеп ұстаған деп сөйтіп айтты. Соны жаңа әуесіп бар ғой. Ақыл айтып отырды дейді ғой, жаңа лекцияның басынан соңына шейін. Ол ұстаздығын өмір бойы ұмытпаймын деген. Әуесіптің. Әуесіпті сұмдық болып тұр ғой. Бауыржан тізгін тартып отырса, енді сондай тұлғаларымыз бар да, сондай жігіттеріміз бар. Өкінішке орай оқымаймыз соларды. Соны ойлаймыз, анаяқ мықты, мынаяқ мықты. Өткенде бір не жарияладым бір кішкене мақала шағын. Абай Толстойдан мықты деп айттың да жерде.
қазақтар шабуыл жасап жатыр. қазақтар Қазақтар орыс жоқ қой жерде. Енді айт деген өйстіп айта бересің. сізді оқитын таза қазақи қазақтар емес. Сонда мен Абайды Толстойдан жоғары деп айтып қойдым. Бауыржанды Жуковта ол негізі жоғары олар. Өлсе өліп кетсін олар жоғары. мұсылман ғой главный. Я өйткені анау ақиқат таба алмай жылап жүр да, мына ақиқат тауып танып алып халық шақырамай жылап жүр. Бар ма айтса бар. Өте Анау ақиқат таба алмай жүр, бейшара. Тау мен тасқа басып. Ана тауып шақырып жүр. Анау ақиқат, анау жүргенде тауып қойған. Мысалға Бауыржан Момышұлы 100 том мұра қалдырған. Жуковта 10 томда кітап жоқ. Енді көріп тұр, мысалы ғылыми тұрғыдан ірі адам екен. А бірақ біздің миымызға Пушкин, Лермонтов, Шекспир деген мықты ұқсап кеткен. ұқсап кеткен. Ол төге берген да. Сонда ал негізі шәкәрімнің қолына су құюға жарамайды Шекспир. Мысалға мынандай қыса ғана бір мысалмен түйіндейін. Мысалы Еңлік Кебек дастаны бар ғой. Еңлік Кебекте Кебек аман жүріп адасып кетіп, жаңағы қыздың үйіне түседі ғой. Құдай қонақ қайтармайды, қазақ күтіп алады. Сөйтіп қыз төсек салған кезде өз жататын жерге, жақын жерге салады ғой жігітке. Жігіт ойлайды да, қандай қыз дейді да, бұнысы несі бұл? Қазақта осындай бар ма осындай? Ол текті жігіт қызға тиіспейді, түн ішінде келеді да түртіп оятады. Мына жерге төсек салған сені сынап көрейін дедім. Түнде келіп тиіскеніңде қуып шығатын едім. Тиіскен жоқсың, енді батырлығыңды, түріңді көріп тұрмын. Ішіңде ұнады маған деген да. Намысты, иманды жігіт екенсің. Мен зорлап бір шалға берейін деп жатыр. Егер менде ойың болса, енді айтулы сұлу ғой Еңлік деген, жұрт жете алмай жүр. Мен сені ұнаттым деген ғой, мен Ақбет деген ғой. Сөйтіп ақ кеткен ғой. Сөйтіп кейін жаңағы ұрудың арасында жанжал болды да, екеуін өлтірмей тынбаймыз деп екеуін өлтірген. Мен қалдықтар жерленген жерге барып көрдім да, мазарларына. Ол қатты әсер етеді екен. Ал Шекспирде Ромео Джульетта деген, олар жаңағы біреу уыш өледі, біреу сол уышкеннен кейін пышақ ұрып өледі, сол суицид бастан. Ой, бай Шекспир деп мақтай. Жарайды, олар мақтай берсін, біз өзіміздікін айтайық та, бар ғой. Осындай қажеке. Алла разы болсын. Жақсы сұхбат болды.